Осындай дәмді, жұмсақ болып шығатын құймақ дайындаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен керек заттарымыз: ұн, сүтіміз, қайнаған су, сұйық май, тұзымыз, сода, 2 жұмыртқа және 1 пияладай шекер қажет. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды ыдысымызға салып, үстінен 1 пияладай шекерімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен осында 2 стакан көлеміндей болды менде жылы сүтімізді құйып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін шай қасықтың ұшымен тұз қосамыз. Оны да араластырып аламыз. Одан соң шай қасықтың жарты шай қасық бұл жерде соған қайнап тұрған суды құйып, содамызды ергенше араластырып, массамызға құйып араластырып аламыз. Оның үстінен 1 стакан қайнап тұрған суымызды құйып, араластырып аламыз. Сосын осындай електен өткізіп ұнды қосамыз. Ұнды өз сүттің көлеміне қарай қоясыздар енді. Бұл жерде мен көз мөлшерімен ұнды қосып жатырмын. Ұнымызды ситодан жақсылап өткізіп аламыз да, осылай массамызды араластырып аламыз. Арасында түйіршік қалып кетпеу керек. Массамыз тым қою болмау керек. Қою болып кетсе, құймақтарымыз қап қалың болып кетеді. Тым сұйық та болмау керек. Орташа масса дайындап аламыз. Оның үстінен 2 немесе 3 ас қасықтай сұйық майымызды құйып, оны жақсылап тұрып араластырамыз. Дәл видеодағыдай көрсеткендегідей жасайсыздар. Егер видео ұнаса, лайк басып кетіңіздер. Мінекей бізде осындай масса болады. Одан соң табамызды қыздырып аламыз. Кішкене ғана түбін майлап жіберсеңіздер болады. Үстінен құймақтарымызды құйып отырып, осындай арасы тесік болғанша қарап тұрамыз. Сосын лопатканың көмегімен немесе өзіміздің қолымызбен де аударып жіберсек болады. 2 жағын қызарта отырып пісіріп аламыз. Мен шайға ұсындым үйдің қаймағымен. Сіздер кез келген тәттілермен ұсынсаңыздар болады. Балмен немесе сгущенкамен, вареньемен ұсынып, дастарханға ұсыныңыздар. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып қолдап кетіңіздер.